16 жүйрікте бұл пайғамбар да анадан туған дейді. Міне осындай анамызды қастерлейтін аналарымызбен қарлық әйелдер күні баршамызға құтты болсын. 7 шақырымдық жарыста жарты аруын төрге шығарған жігіттер, яғни жас шабандоздар күнісінсіз бәйге басталады. Міне төрешілер ортаға қойып жатыр. Шабандоздарымыз да дайын. Сәттерден соң бәйге басталады. Құнан жарыс міне. Ауыздықпен алысқан жеттер, қаршадай балалар қарсы жүйріктердің жалына жармасын бәйге себептермен шықпайды екен. Енді Бағдат осы жерде өзіңе бір сұрақ қойып отырайын. Енді Қазақстан чемпионаты ұйымдастырылғанына биыл нешінші жыл? Үшінші жыл, иә? Үшінші жыл өтіп отыр. Осы чемпионат болуы мүмкін ғой? Болады, Алла қаласа, ондай да ойда бар. Негізі енді мына көшпенділер ойын өткізді, енді үлкен жарыс болады. Оған мына Қырғыз елінен, Өзбек елінен, көрші Ресейден, жалпы көшпенділер ойыны өзіңіз білесіз, 100-ден астам мемлекеттен бірнеше спортшылар спорттың жеңіміне төрешілер алып келе жатыр. Шымкент ипподромына қайта оралайық. Міне санаулы сәттен кейін жарыс жолына құнандар да шығады қазір. Жігіттер дейміз, енді кішкентай балалар ғой. Енді бұл жерде қатысатын еді Шымкент қаласының жүйрігі Самат Әбдібаевтың жүйрігі. Яғни өткен қарлығаш фавориттердің бірі Абзал Тұрғанбек есімді белгілі шабандоз мініп шабады. Бапкері Сатчан Асаділдай. Қарап отырмыз, лақабаттар өте сүйсінетіндей әдемі екен. Мысалы 6-шы нөмірдегі Сұлу Сәт Сұңғат есімді шабандоз мініп шабады. Ғалым Мырзахметов бапкері де аттың иесі. Шабандоз белгілі атбегі Бағдат Шымырбаев. Бәйге де басталды. Және 3,5 айналымаға. Өте жақсы. Қазір міне сағат жүйріктер және әдегеннен алға оза шыққан отырмыз. Енді әдегеннен басын жібере қоймас жүйріктердің. Бүгін біздің режиссеріміз Ринат спорттың пилотоны сияқты алға ұзап кеткендерді және топты да жеке көрсетіп отыруға қатарласып, қапталдасып, бірінші айналымда топтасып шабады. Бірінші айналымнан кейін екінші айналымда бастайды шабандоздар. Бұлар енді кәнігі шабандоздар десек тізгінді тартып келеді. Қарлығашты тартып келеді. Жаңа біз атап өткен 4-ші нөмірдегі қарлығашты айтарлықтай тартып келеді. Міне Тамиристі алдыға шықты. Біресі алдыға шығып, біресі басында 3-ші нөмірдегі осы қатысушылардың ішіндегі Ақмаңдай есімді жүйрік Жамбыл облысында. Қараңыздар, қасқаны қалай, торғасқаны қалай тартып келе жатыр, басын кәдімгідей. Қазір бір жүйрік дара шығып алдыға кетті деп айта алмаймыз. Енді осы айналымнан кейін тұлпарлар яшында да. Еміне екіншіден дәл аяқтап отыр осы тұста. Қазір қара үзіп тоңына дейін осы рет сақталар екен көреміз. Дегенмен қалыңқы аттар да ақырындап қарқын қоса бастады. Бірақ шырмекен ондай да алаңымыз бар. Қазына, Алматы облысының Қазына есімді Инса Сарманбет есімді қазір соңғы айналымға жұрттың алдына келгенде қиқулайды. Содан кейін бір іздеп келе жатқан сияқты. Соңғы айналымға кетіп бара жатыр тұлпарлар. Аттың да делебесі қозады ғой осындай кезде. Шында да жұрт қиқулайды. Енді көрсетті шында да, ал енді шында да. Осы тұста бірден басын жіберер ме екен, жоқ әлде 4-ші нөмірдегі қарлығаш көбірек іркіп отырған сияқты. Бұл тұста 17-ші нөмірмен келе жатқан қазір міне. Ай, бәрекелді. 19-ші нөмірдегі Қазына. Бірінен біресе қалып келе жатыр жүріктер. Дегенмен де міне Бағжан ақырындап қала бастаған сияқты, міне қараңыздар. Және 10-ші нөмірдегі Граф. Қалай болғанда да 5 жүйрік. Қазір жарты айналым қалады, осыдан кейін шында да енді бәйге шабандоздар тізгінді босатады. Ал аттың басын береді. Міне әлдеқайда озып кетті. 3 жүйрік алдыға шықты. Тамаша. Және осы 17-ші нөмірдегі Раушан. 5-ші нөмірдегі Тамирис. Қарлығаш, Тамирис. Тамиристі сабалап келді. Керемет. Арықбаев баптайды. Торы жүйрік қазір жеткізбейтін сияқты. Қараңыздар, істеріне қарағанда әлдеқайда аттың және қамшысын ойнатып өте жақсы өтіп барады. Абзалбаевтың жетекшілігіндегі жүйрік осылайша жеңімпаз атанып та үлгерген сияқты. Там 17-ші жүйріктер болды. Құрметті көрермен, ендеше алғашқы үштікті біз анықтап сызығын кесіп өтті. Бұл Айтқабыл есімді шабандоз жаттықтыратын. Қазіргі сәтте Матильда, Жамбыл облысының жүйрігі Матильда. Нақты қазір біз хаттаманы күтеміз, құрметті көрермен. Дегенмен және Раушан осы 3 жүйрік алғашқы үштікті түйіндеген сияқты.